Алдар көсе мен шық бермес шығайбай. Ерте заманда елдің етек жеңі келте заманда шық бермес шығайбай дейтін сараң бай болыпты. Мал мүлкінде есеп болмапты, бірақ байлығы мен аты шықпай, сараңдығы мен аты шығыпты. Сол шық бермес шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен. Қондырса дәм беріп оңдырмайды екен. Үйіне кісі келсе жоғары шық, үйіне кісі келсе жоғары шық деудің орнына айтатын сөзі шығай болыпты. Осыдан жұрт оны Шығайбай деп атап кеткен екен. Шық бермес Шығайбайдың аты естілмеген ел болмапты. Оның шығайын естімеген жан болмапты. Тандырлаған тас болса да, дәмін татам деген талайлардың тауы шағылған, құрауызға айтқан екен. Нақ сол тұста алдар деген қу бар. Алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ та ел-елге жайылған екен. Ел аузындағы мәтелге айналған екен. Хәй, алдарың қанша қу болса да, шық бермес Шығайбайды алдай алмас дейді жұрт. Осы сөз алдарға жетеді. Шық бермес Шығайбайдың атын алдар да естейді. Шық бермес Шығайбайды Мырзабай етпесем, алдар деген атым құрсын деп алдар атына мінеді. Шық бермес Шығайбайдың елі қайдасың деп іздеп кетеді. Күн түн жүреді, ақырында елден іргесін аулақ салған, ен далада жалғыз үй отырған Шығайбайдың үйіне келеді. Не істеп отыр екен бұлғу деп, атынан білдірмей түсіп, жабықтан сығалайды. Сығаласа, Шығайбай сап-сары қазыны кесіп отыр екен. Бәйбішесі қамыр илеп, тоқалы бас үйтіп, қызы тырнаның жүнін жұлып жатыр екен. Осы астан татпасам, алдар деген атым құрсын деп, алақанына түкіретті, кеш шарық деп жылмаң етіп үйге кіріп келеді. Бұларды жылдам екен, алдар кеш дегенді айтып, аузын жиғанша қолдарындағы астарын тыға қойып, Шығайбай таспаны, бәйбіше ұршықты, қызы тігіліп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарын алып отырса қалады. Түк білмегенсіп, қолдарындағы істерімен айналысып, жай барақат бола қалады. Әй, әккі болған немекенсіңдер, мызғымас қу екенсіңдер дейді алдар ішінен. Амандасқансып, қол алысқансып, байға сүйкене барып төр алдына отырып алады. Әй, өзің егіңде бір тал қылшығың жоқ, сақал мұрттан тұлдырсыз көсеудей көсегенсің, жұртты құртқан сұм боларсың. Жүрсің жылмаң екен, бойың қылмаң екен, тұзақ үзген қу боларсың. Қу болсаң да менен дым да тимес дейді бай ішінен. Қайдан жүрген қаңғыбассың? Қайда барасың? Не естіген білгенің бар дейді бай алдарға жақтырмағанын сездіре сөйлеп. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп, желдірте сөйлей жөнеледі. Көрген білгенім көп. Жолда келе жатып үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзіңнің астыңдағы сары қазыдай. Артық кем қып асырмай, шын айтқанда жасырмай, таспен ұрдым жіберіп, тоқал тыққан басындай, былшет дейленіп, бәйбіше астындағы қамырдай. Өтірік болса сақалым жұлынсын, қыз астындағы тырнадай. Бәрінде осының көріп келдім, асыңды пісір, ұрламай. Осыны айтқаннан кейін бай, шоқ түссін тіліңе деп астындағы қазысын лақтырып тастайды. Тілің тасқа бітсін деп бәйбіше астындағы қамырын лақтырады. Жағың қарысын деп тоқал етегінің астындағы басын жібереді атып. Тіліңе мере шықсын деп қыз етегінің астындағы тырнасын алып лақтырып жібереді. Қазандаса бер бәйбіше дейді бай. Амал қанша деген пішінмен. Бәйбіше қазанға ас салады. Піс, қазаным 5 ай дейді. Отырайын 10 ай деп, алдар етігін шешіп лақтырып тастайды, төрге жантая жайласады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірілмейді. Қайнасаң қайна деп, бақшиып алдарда отыра береді. Мынау кәпір қашан жатады деп, үн жоқ, түн жоқ сазарып байда орнынан тапжылмайды. Ақырында бай шыдамай, әй кемпір, сал төсекті дейді. Кемпір төсек салады. Бәрі жатып қалады. Жатсаң жат деп алдарда қисаяды. Байдың көзі ұйқыға бардау деген кезде алдар орнынан ұшып тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына тулақты турап салып қояды. Бір уақытта бай тұрып кемпірін оятады. Мына ит, ұйықтады білем, түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды да жегізбеді-ау ит дейді. Бәйбіше қараңғыда асын түсіреді. Бай пышақты қолға алып жіберіп, жат жігітім, жат, сазайың осы деп аузына бір кесегін салады. Түс өтпейді, олай шайнайды, бұлай шайнайды, болмайды. Етің не боп кеткен? Өңшің шандырма немене деп кемпірін ұрсады.
қатқан теріні ірідей жұтам деп түйіліп қалып май сұрайды. Кемпір кебежен ашып аяққа май салады. Әдейі осыны аңдып жатқан алдар орнынан тұрып барып аяққа салынған майдала қояды да оның орнына іргеден сиырдың жас тезегін алып табағына салып қояды. Шығайбай аяқтала сала былжырап тұрған жас тезекті май деп қылғытып жұтып жібереді. Жұтып жібереді де жүрегі айнылып лақ еткізіп құса салады. Қаз орнына шандыр бердің, май орнына саңғақ бердің, алжыған деп аяқпен кемпірін бір тебеді. Кемпірдің даусынан оянған болып, алдар сыртқа шығады. Бұл сұмбай менен өшін алмай қоймас. Бұл сұмбай менен өшін алмай қоймас. Атыма бір зиян істеуі мүмкін деп атына барады. Атының қасында байдың да аты тұр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. Менің атыма деп ойлаған қастығы болса, өзіне болсын деп өз атының қасқасына жас тезек жағып жоғалтады да бай атының маңдайына бор жағып қасқат қылып қояды. Сөйтеді де орнына келіп жатып ұйықтап қалады. Етті майды жеп қойған алдар екенін, оның жұрттан асқан бір қу екенін бай білет те ішін ыза кернеп, тұра тұр бәлем дейді. Алдар ұйықтады-ау деген кезде сыртқа шығып, алдардың аты екен деп өз атын жарып тастайды. Міне жігітім, сазайыңды тартқыздым деп қуанып төсегіне келіп жатып ұйқыға кетеді. Таңертең бай орнынан тұрып жатып алдарға, мына кемпір бір қасқат өліп жатыр дейді. Қазыққа оралып жарылып қалыпты, сенің атың болу керек. Жалғыз атыңды бақпай қазан бағып жүрген не қылған сорлы адамсың деп қарқ-қарқ күледі. Алдар миығынан күліп, қандай қасқа екен? Маңдайы тезек жаққан боқ қасқа болса менікі болар, бор қасқа болса сенікі болар дейді. Бай Құдайдың дәл төбесінен қос қолдап ұрғанын сонда бірақ біледі де орнынан тұра жүгіреді. Жүгіріп барса, нағалдар айтқанындай өліп жатқан байдың бор қасқасы екен. Бай күйіп кетіп алдырға келіп, жоғалт қараңды сұң, енді мен сені көрсем көзім ағарсын деп кейіп шығып кетеді. Сыртқа шығысымен кемпіріне, тез мені жөнелт дейді. Әйелі ошақта пісіп жатқан нанды оттан суырып бере қояды. Бай қойнына тығып жібереді. Мұны көре сала алдар жүгіріп шығады да, бай еке, енді бұдан бұлай жолығамыз ба жоқ па? Ақтығы рет қазақ дәстүрімен көрісіп айрысайық деп бара байды қапсыра құшақтайды. Оттан жаңа ғана шыққан нан байдың кеудесін күйдіріп кетеді. Өй, жарайды енді деген сайын қыса түседі. Ыстығынан байдың төсін күйдіріп барады. Ай, мына ит шегіріңді итшесін мә деп қойыннан нанды алып лақтырып жібереді. О, бай еке, ит жегенше мен жейін деп Алдекең нанды жерге түсірмей қағып алады. Бай енді кетейін десе алдар тағы жібермейді. Әй, сұм, алатын наныңды алдың, енді нең бар менде десе. Етігім жыртылып, шұлғауым шығып жүр, бізіңді беріп кет дейді. Байдың бергісі келмейді. Алдар ашкенедей жабысып жібермейді. Ақыры болмаған соң, әй алсаң ал жан тұрған. Алда қараңды жоғалтшы кәпір дейді. Алдар алғысын жаудырмалатып күліп қала береді. Бай кетісімен кемпіріне жүгіріп келіп, ал қызыңызды киіндіріңіз дейді. Қызға жол болсын. Баймен келісіп қызыңды алатын болдым. Жоғалары, жұртты жалмаған қу көсе, саған қызым беретін бет дейді. Сенбесең өз құлағыңмен естіп қал деп сыртқа шығып, көп жерге барып қалған байдың артынан айқайлайды. Әй бай, қызыңды бермей жатыр кемпірің дейді. Әй кемпір, бер бізді, бер, жоғалт сол кәпірдің көзін деп айқайлайды бай. Әні естідің бе дейді алдар қасында тұрған бәйбішеге. Мына кәрі ит алжыған ба өзі? Елді құртқан бір қуаяққа қызын беріп құтырған ба деп таңғалады кемпірі. Қатын қалашқа бой бермеген алдар ма, анау-мынау дегенге көнбестен жасауын буып қызды атқа мінгізеді. Алдардың ойыны осылай болады деп қызды қосағына алып еліне тартып отырады.